Қалиланың 11-ші сұрағы. Россия, Москва, Кремль, Бауыржан Момышұлы. Фашистер Берлиннен қанша қалалар мен мемлекеттерді баса жаншып келді де, Москва түбінде бір дикий дивизияға келіп тіреліп қалды. Неміс қаруының авторитетінен де, орыстың суығынан да ықпайтын Қазақ пен Қырғыз елінен жасақталған Панфилов дивизиясы екен деп жазды өз күнделігінде неміс офицері. Соғыс кезінде бүкіл ұлы отан соғысында ең атақты офицер Баукең болды. 1945 жылы атақты Қызыл алаңдағы парадтан кейін Георгиевский залында жеңімпаздарды Сталин қабылдайды. Бүкіл саптың басында қазақ батыры 6-шы болып тұрады. Бүкіл соғыста 10 мың адам Совет одағының батыр атағына ие болды. Тек біреуіне тапсырмай қойды. Ол да Баукең. 20 ғасырдың 60 жылдары әлем жастарының кумиріне айналған Фидель Кастроның өзі кумир тұтқан Бауыржанның құрметіне салтанатты парад жасап, газет журналдарында бүкіл разворотқа «Да здравствует великий полковник Бауыржан Момышұлы» деп таңықтайды. Алматыға сол прессаны құшақтап Баукең келеді. Газет, радио және ТВ аузын ашпайды. Жалғыз немересінің тұсауын кесіп, Алматыдағы жалғыз қазақ балабақшасына кезекке тұрады. Сонда Қонаевқа кездесіп қалады ғой, бір жиналыста ма бір жерде. Соған әзілдеп, «Әй, татарин, енді Димекеңнің әйелде татар, күйеу қойын татарға». Өз жиен тағы бір жағы. «Әй, татарин, тұсауын кескен немереме детсад әшеуін кескенде кезек келеді» деді. «Сорлы қазақтың жағдайы не болды?» деген адам да Баукең. Жеңістің 25 жылдығына ашылған Панфилов паркіне Баукеңе шақырту билеті берілмейді. Сол Панфиловшылардың әлем мойындаған батырына, сол кинохроникадан Баукеңді қиып тастаған. Тек көшет егіп жатқан фото сақталыпты. Баукең көзін жұмғанда 4 күн моргте жатады. Алматыға Брежнев келіп, қазақтардың Ресейге өз еркімен қосылғанына 250 жылдығын 3 күн тойлайды. Панфиловшылар Димекеңнен парктен 2 метр жер сұрайды. Анау вечный огонь, мәңгілік алаудың жанында бір 2 ұшқыш па біреулерге жатыр, сөйт жерлеген. Сондай сияқты жанына берсе болады ғой. Сол кезде берілгенде, қазір ол жерде зәулім мавзолей тұрғызып, жастар тағзым етіп, рухымыз асқақтайтын еді. Баукең киносында Панфиловшылар Алматыда жасақталды қазақтардан дегенді Москвадағы соғыс музейінің тарихшы орысына айтқыза алмадым. Сібірден келді дейді безеріп. 52 минуттық кино экранға 26 минут болып шығуына да өз қазағым еңбек етті. Бауыржандай батыр туған қазақ әйелінің алдында басымды иемін деген Волоколамск мерінің ауған батырының сөзі де бірге кесілді. 1990 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Кремльде генсек Горбачевтан Баукеңнің алтын жұлдызын әкеліп, батырдың ұлы Бақытжанға тапсырды. Назарбаевтар отбасында келген сәбиге Бауыржан атын қойған қазақтың тұңғыш президентіне менің сол киномды көрсетуге мені ертпей кеткендері болмаса, арты қайырлы болды. Постскриптум. Бұл трагикомедияның толық нұсқасын интернеттегі менің Бауыржанды сүйген есалаң махаббат күнделігімнен оқуға болады.